Ескендірдің дүниеден өтуі. Қайтыс боларында Ескендір уәзірлерін жинап, мен бүкіл дүниені биледім, зұлымдықты тыйып, ізгіліктің жолын ашпақ болдым. Алайда арманыма жете алмадым. Ертең мен өлгенде бір қолым жоғары созылып қарысып қалады. Біреу келіп бұл жұмбақты шешкенше қолым түспейді. Қолымның қарысқаны жазылып түспейінше мені жерлемеңдер деп өсиет айтыпты. Ескендір көп ұзамай дүниеден өтеді. Расында да оның бір қолы тік шаншылып қарысып қалды. Уәзірлер мұның шешімін таппай әлек болады. Білгір ғалымдар, даналар жиналып таба алмайды. Сол кезде бір қойшы бала келіп, «Оу, ағалар, мұның сырын мен айтайын» деді. Бәрі миығынан күліп, «Әй бала, қойыңды құрттап, айраңды ұрттап жүре берсейші, саған не жоқ» деп мазақ қылды. Көп ішінен бір қарт шығып, «Ақыл жастан, асыл тастан шығады деген, кәне балам, бағың сынап көр» деді. Сонда бала, «Бұл кісі жалғанды жалпағынан басқан патша едім. Атақ, даңқ, қисапсыз байлық менікі еді. Қараңдар, сонша дәулеттен ақиретке не алып бара жатырмын» деп жатыр, деді. Сол-ақ екен, сірескен қол сылқ етіп төмен түсті. Қойшы балаға Құдайдың назары түсіп, ол ғұламаға айналды. Бұл қойшы ұлықпан хакім екен деседі.